Түркістан облысында ағадал еңбегінің ақысын 2 жылдан бері ала алмай жүргендер жыларман күйде. Келі шаһардың жолын төсеп, аялдамасын салып, жолағын жаңартқандардың өзі қазір миллиондаған қарызға батқан. 12 компания мен оның жұмысшылары жауаптылардың есігін тоздырған, бірақ бір-біріне сілтеп, бастарын алып қашып отырғанға ұқсайды. Дауға алпауыт Базис А корпорациясының қандай қатысы бар? Мәселенің мән-жайын Ғалымжан Кенжебек біліп қайтты. Түркістан қаласындағы аптапқа қарамастан жиналғандардың өзегі өртеніп барады. Себебі адам секілді алып, атқарған жұмыстарының нәпақасын ала алмай жүр. Яғни 2 жыл бұрын Базис А корпорациясының Түркістан қалалық филиалынан Константин Муханов деген бірнеше мекемесі бар адам жұмыс алады. Сәйкесінше оны 12 жеке кәсіпкерге таратып келісімшартқа отырады. Алайда кішігірім компания өкілдері жұмыстарын тиянақты орындап, тапсырғанмен әлі күнге дейін қаражаттары берілмеген. Мына бордюр салған, біз жол салдық. Жол қаздық, біздікі экскаватор, ЛК сондай. Соларымыздың қазір сөйтіп келеді, 8 ай, 9 ай. Келсек 200 мың береді, 500 мың береді. Ал біздің ол жәндегі істеткен адамдарымыз жалақысын да бере алмай жатыр. Жалақыдан бөлек миллиондап қарыз алып, несиеге батқандар қазір төлей алмай әлек. Тіпті алған жұмыстарының салығында жаба алмай жүр. Ал оны түсініп жатқан бұлар жоқ дейді. Дәл қазіргі уақытта тапсырыс берушінің 12 компанияға 135 миллион теңге берешегі бар екен. Негіз 3 жылдан бері жұмыс істеп келатыр. Бірінші жылдар ақшамыз төледі, 2 жылдан бері қазір ақша төлемейді. Өткенде біз бір осындай шулап, біздің ақшамыздың беріңіздер десек, Базистің несі Алтай мырза, біз директоры, осы Түркістандағы директор Алтай мырза шақырып, 20 күннің ішінде мына біз документтерді турлаңыздар деді, 20 күннің ішінде ақшаларыңызды түсіріп береміз деді. 20 күннен асып кетті, ешқандай ақша да жоқ, басқа да жоқ. Енді бізде қайта келе берсек, бізде қорқамыз, біз уже ақшамызды бермейме деп қорқып отырмыз. Сондықтан жиналғандар аталған корпорацияның ғимаратына барып, басшылықпен жолықпақ болды. Алайда 20 күн бұрын уәде берген Алтай мырза денсаулығына байланысты жұмыста жоқ болып шықты. Телефон арқылы хабарласқанымызда мынандай жауап алдық. Мен қарыздарын өтеп беремін дейді, ол маған юридически менен доғырласқан компания емес принцип. Мен оларға айтқаным, документтерін жинап көрсетіңдер. Бұл жерде сұрақ қандай болды? Сұрақ, маған біреу айтады, 2 миллион қарыз дейді. Біреу айтады, маған 5 миллион қарыз дейді. Біреу айтады, 3 миллион қарыз дейді. Жаңа мен айтам, енді ол компания қарыз болса көрсетіңдер қағаздарыңды деді. Енді ол өзі гарантия беріп отыр. Бұл енді судебный порядке юридически сонымен нема, Константин, сотқа берсін, пожалуйста. Сондықтан өздерін алданып қалдық дегендер 2 компания бірігіп, бұлардың аузын айға қаратып кете ма деп қорқады. Ал жеке кәсіпкерлерге тікелей ақшасын бермей жүрген Константин Мухановпен кеңседе кездесу мүмкін болмады. Бірақ кейін көшеде жолығып, жылдар бойы ақшасын ала алмай жүргендер тағы да лап қойды. Алайда ол қазір барлығын қарызын өтеп беру үшін көк тиында жоқ деп отыр. Мы предлагали имущество им. Біз оларға жылжымайтын мүлік ұсындық. Әрмен қарай жұмыс істеп, азын-аулақ ақша алып отыруды да айттым. Олар қарсы болды. Дәл қазір мен ақша бере алмаймын. 5 айдың көлемінде қайтарамын. Әбден алданып 2 жылдан бері табандарынан тозғандар бұлай жалғаса бермейді деп облыстық прокуратураға барып шағым қалдырды. Әуре сарсаңға салғандарды толық тексеріп, ақшаларын тезірек қайтаратын жолды қарастырып жатыр. Ғалымжан Кенжебек, Батыр Оразбек, Еуразия бірінші арнасы, Түркістан облысынан.